сабақ тәуелдік жалғаулар. Тәуелдік жалғаулар деген менің затым, менің кітабым, менің қаламым, менің үйім, менің отбасым деген секілді менің, я болмаса сенің, я болмаса оның сондай тәуелдік жалғаулар. Мысалға, бірінші жақ мен дегенде ол не болады? И жалғанады. Мен. Қазір ол мысалмен келтіремін. Сенің дегенге кә жалғанады. Кез келген сөздің соңына кә болса сенің. Ки деген әйелдігі сенің. Үшінші жақ ху. Оның. Хә болса әрпіне әлif жалғанатын болса ол оның әйелгісі. Әйелдігінде. Көкше түрі біздікі нә, сендердікі кум, сендердікі күнна әйелдігі, олардікі хум, хунна олардікі әйелдігі. Мысал. Алларды өшіре тұрайын. Мысал. Кітап деген сөз алайын. Китабын. Әнді осыны түрлендіреміз. Китабынға ей жалғайтын болсақ, китаби болады. Китаби. Менің кітабым. Ей жалғадық. Ал егер кәні жалғайтын болсақ, китабука болады. Китабука. Сенің кітабың. Немесе китабу ки деп әйелдігінде айтсақ болады. Китабу ки. Немесе китабу ху деп оның кітабы деп айтсақ болады. Китабу ху. Немесе китабу ха деп оның кітабы деп айтсақ болады. Әйелдігі. Китабу ха. Түсініп жатырсыздар деп ойлаймын. Немесе біздің кітап деген ол китабуна болады. Китабуна. Көрдіңіздер ме? Әр жалғау арқылы біз кімнің зат екенін біліп жатырмыз.